Сәлем достар, қалдарыңыз қалай, оразаларыңыз қабыл болсын. Мен бүгін ауызашарға дайындаған дастарханыммен бөлісетін боламын. Бүгін менде ауызашарға тауық ертінен сорпа, ұнаса лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Олай болса кеттік. Алдымен тауығымды суда қайнатып аламын. Жиі қарап, көбігін алып тұрамыз. Және сәбізіміз бен пиязымызды саламыз. Көбігін қайта-қайта алуды ұмытпаймыз. Тұз саламыз. Картопымды кубик қылып турап аламын, ал сәбізімді чөркіден өткіземін. Және осыны сорпама саламын. Сорпамнан мен тауығымды шығарып алдым. Жақсылап араластырып, лавр жапырағын салып, картопым піскенше қайнатамын. Тауығымды етінен ажыратып, етін майдалап турап, сорпама саламын. Және қолдан кесілген кеспе салып, 5 минут қайнатамын. Ол уақытта грек салатын жасауға кірістім. Ол үшін тұздалған қиярымды, асылған қызылша, картоп, сәбізімді кубик қылып тураймын. Дәміне қарай тұз, бұрыш саламын. Және ыстық қызып тұрған күнбағыс майын құйып, жақсылап араластырамын. Салатым дайын болды. Міне менің бүгінгі ауызашарға дайындаған тамағым дайын болды. Сорпам өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Сіздермен күнделікті жаңа рецепттермен бөлісіп отыратын болам. Сондықтан арнама жазылып, ұнаса лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, келесі видеоларды жіберіп алмайсыздар. Үлкен рахмет, оразаларыңыз қабыл болсын.